Сәлем достар, сіз Біргеншектің арнасына қош келдің. Бүгін біз сіздермен бірге клейгей, яғни сливки дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт және сармай қажет. Осы екі заттан тұратын клейгейді дайындап көреміз. Және бұл клейгеймен тортқа крем дайындауға болады ма? Эксперимент жасап көретін боламыз. Ал ендеше видеоны дайындауға кірісейік. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Сармайымызды саламыз. Сармай міндетті түрде 82% болу керек. Енді сармай толыққанды ерігенше отқа жібереміз. Сармайымыз ерігенше отта ұстайтын боламыз. Сармайымыз еріді толық. Ыңғайлы ыдысымызға құйып аламыз. Білесіздер, сүтке сармайды салса, сармай осы бетіне қалқып шығады. Сармай ерісе де бір-біріне бірікпейді, осы бетінде қалқып тұрады. Сондықтан екеуін бір-біріне толыққанды бірігу үшін, клейгей жақсы пайда болу үшін біз ұзақ уақыт, примерно 5 минуттай блендерлейміз. Пищевой пленкамен бетін жақсылап тұрып жабамыз. Ішіне кіргізіп тұрып жапсақ болады. Бірінші бөлме температурасында, кейін холодильникке 8 сағатқа кем дегенде қоямыз. 24 сағат холодильникке қойсаңыздар тіпті жақсы. Мен примерно 15 сағаттай холодильникке қойып эксперимент жасап көретін болам. Ертең дәл осы креммен торт жасап көреміз. Шығады ма, шықпайды ма? Сливкейіміз почти бір күн, яғни 24 сағат холодильникте тұрды. Қараңыздар, прям күшті болып шықты. Дәмі прям кәдімгі 35% сливкелер сияқты өте дәмді. Енді қазір крем жасап көреміз. Мұнда бізде творожный сырымыз бен сахарный пудрамыз, миксерлейміз. Енді аз-аздап сливкейімізді құйып отырамыз. Қалған сливкейімізді толықтай құямыз. Толыққанды қою крем пайда болғанша миксерлейміз. Креміміз қоюланды. Мен даже қоюланады деп күткен жоқпын, расын айтсам. Енді насадкаға салып, узор шығады ма, узор шығаруға болады ма, көреміз. Дәл осы крем негізі молочный девочкаға вообще күшті келетін сияқты. Қараңыздар, күшті шығып жатыр. Мынандай форма тоже беруге болады. Мына креммен қолдан жасалған сливки, қолдан жасалған творожный сырмен спокойно кез келген тортты жасайсыңыздар болады. Мына насадканың кішкене басқаша түрі. Сонымен достар, біздің экспериментіміз өте удачно аяқталды деп айта аламын. 100% қолдан жасалған творожный сырмен сливкиден сіз спокойно әдемі крем шығара аласыз. Және де крем өз формасын ұстап тұратындай әдемі болады. Мінекей қараңыздар, тарелкаға жаңа ғана узор салдық. Удачный крем. Так что қолдан жасап, егер ауылдық жерде тұрсаңыз, немесе сливки таппаған жағдайда, қолдан сливки жасау арқылы әдемі торттар істей аласыз. Сливки екі ғана заттан тұрады, және творожный сыр да екі ғана заттан тұрады. Жасалуы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін Инстаграмға салып, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше деп қоштасамын. Және де қандай рецептерді тағы да күтесіз, комментарийға қалдыра кетіңіз.